Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы презентациядағы бейне. Бүгінгі сабақта үйренетініміз презентацияға видео кірістіру, видео пішімі баптауларын орындау. Презентацияға видео кірістіру. Презентацияға компьютерден не интернеттен видео кірістіру үшін кірістіру, мультимедиа, видео, компьютерден видео немесе интернеттегі видео командасын таңдаймыз. Пайдаланылатын видео презентациямен бірге бір бумада сақталуы тиіс. Видеоны таңдаған кезде видеомен жұмыс, видео пішімі командасы пайда болады. Мұнда түрлі параметрлерді орындауға болады. Мысалы, видеоны қайта пішімдеу, өлшемін өзгерту және тағы басқа. Ойнату батырмасынан дыбыс деңгейін, көру параметрлерін реттей аламыз. Презентацияға видео файлдың бәрін кірістірмей-ақ, видеоның бір бөлігін ғана кірістіруге болады. Видеоны қысқарту үшін ойнату батырмасына өтеміз. Өңдеу тақтасына видео монтаж таңдап, жүгіртпе жолдан қай жерден басталу керек болса, сол қажетті бөлігінен бастап, аяғына дейін жылжытамыз. Біле жүрейік, PowerPoint программасында қолданылатын видео файл пішімдері мынадай. Міне қызық, YouTube-тағы барлық видеоларды көру үшін 1000 жылдан астам уақыт қажет екен. Ондағы миллиардтан асқан видеоларды көріп біту мүмкін емес. Балалар, енді тапсырмалар орындайық. Ізденіп орындаймыз. PowerPoint программасында қолданылатын видео файл пішімдерін жаз. Ойлан жаз. Берілген батырмалардың аты мен қызметін жаз. Келесі, жасырын сөзді тап. Тізбектен қайталанатын әріптерді тауып жаз. Қандай сөз пайда болды? Табылған сөзбен сөйлем құрастыр. Сұрақтарға жауап берейік. Презентацияға видеоны қалай кірістіреміз? Видео пішімі батырмасымен қандай әрекеттерді орындауға болады? Талдап салыстырайық. Төмендегі берілген кірістіру нысандарын салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын ата. Келесі тапсырма компьютерде орындаймыз. Интернеттен қоршаған ортадағы зиянды заттар туралы шағын видео ақпаратты жүкте. Тақырыпқа қатысты 3-4 слайдтан тұратын презентация жасап, видео ақпаратты слайдқа қос. Балалар, бүгінгі сабақты ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.